Бәріңе сәлем достар, бүгін мен Roblox'тағы +1 скорость клавиатура деген ойындағы топ 10 секреттерді ашатын болам. Бүгін сіздер көптеген секретный комнаталар, босстардан қалай қашып құтылуға болатын, және де басқа да лайфхактарды көретін боласыздар. Ал достар, давайте ең оңай секреттерден бастайық. Ол секрет деген мына шарик деген бәрінде уже надоел шығар, я, сондықтан да мына шариктен былай онан өткізуге болады достар. Қараңдар, ема натуре өткізуге болады екен. Бірақ бұны бәріміз білеміз уже достар. Ойындай салайық, бұны бәріміз уже білеміз. Ол ешкімге уже секрет емес деп ойлаймын. Ал достар, короче, біз екінші секретке келдік. Ол деген 13-ші этап пен 14-ші этаптың арасы. Короче, біз мына үстін секіріп кету үшін, яғни 15-ші этапқа сразу кетіп қалу үшін біз былай жасау керек. Біз мынаның шетіне тұрамыз достар, мынаның шетіне тұрамыз. Шетінде тұрып, бізде қанат пайда болу керек. О, міне осылай достар. Және де беговой дорожканы қоямыз да. Сразу секіреміз былай достар. Опа, все достар, бірінші попыткадан сразу істелінді. Секіріп 15-ші этапқа дейін тез кетіп қаламыз. Мен де бұны жақын. Ой-ой-ой, бос келетір. Мен өліп қаласыз. Бос. Ой, все өліп қала салдым достар. Достар, үшінші секрет ол дәл сондай. Бұл жерде біз секіріп тоже ана 15-ші этапқа кетіп қаламыз. Бірінші давайте мына 13-ші этапқа өтейік. Біз мынаны секіріп өту керек. Біз былайынан давайте секіреміз. Сосын ана жаққа дейін де секіре аламыз. Және де мына жерде былайынан секіріп қалу керек үстіне достар. Сонда біз оп-оңай мына жерде өтіп кетеміз. Давайте соңына дейін өтіп көрейік достар. Давайте соңына дейін өтеміз. Босты өтіп кету керек бізге достар. Өтеміз жүгір. Ой, блин достар, мені босс өлтіріп тастады. Ай, блин. Имам істеп отыр, достар, қалай үстіне дейін секіріп алған, қалай істеді? Достар, біздің төртінші секрет ол Tickfinity деп аталады. Бұл Tickfinity'ді, короче, біз қосу керекпіз, және де любой әріппен бұларды атау керек. Мысалы, превратиться в курицу, ол бізде Q-да тұр. Мысалы, біз Q-да басамыз, және де достар, мен тауыққа айналып кеттім, прикиньте. Мен ондайды бүгін ғана білдім, достар, мен жаңа ғана біліп жатырмын. Мен негізі ондайды білген жоқпын одан бұрын. Tickfinity деген бар екен, ол да секрет болып саналады. Мысалы, мен қазір землетрясение жасалам, H деген кнопка. Мен достар, қараңдар, землетрясение басылып кетті. Содан кейін қараңдар, диско. Мысалы, дискоға R деген. Қасқамын қандай әріп болып кетті. Мысалы, дискоға R деген әріп берейік, және де қазір R-ді бассақ, диско басылып кетті. Ема, тоқтат. Тоқтат, болды, бітті. Ой, болды, ема, қайтып басылып кетті достар. Все, болды, диско деген бітті. Ал енді 5-шісі ол дәл сондай, почти біз деген мына Tickfinity қосып алып, екінші әлемдегі 4-ші этапты опаңа өте аламыз. Егер де бізде 99 скорость болса, мысалы менде 99 скорость, мен мына жерден өте алмаймын, өйткені маған көбірек скорость қажет. Біз деген просто тюрманы қолданамыз Tickfinity'дағы. Мысалы, қараңдар, мен жүгіремін да, опа, тюрманы басып қаламын достар. Мен тюрманың ішіндемін. Тюрма біткесін, бүйтіп тезірек жүгіріп аламын осы жаққа достар. Прикиньте, бұл өте қызық. Мен бұл лайфхакқа өте үлкен лайк қоям. Сендерді лайк басып, подписаться етіңдер достар. Өйткені бұл канал дейтін, мен дамытам бұл каналды. Все, короче, лайк басып, подписаться етіңдер болды. Достар, 5-ші лайфхак үшін бірінші әлемге қайтып оралу керек, және де мен мына жерге телепорт жасайын. Так, соңғысына міне. Содан кейін мына жерді қазір өтіп кету керек болады. Давайте тез өтіп кетейік. Мына жерді біз оп-оңай өтеміз. И 5-ші лайфхак міне мына жерде мына тауықты вообще кетір жіберуге болады, біздің артымыздан қумайтындай достар. Короче, мына жерге кіреміз и оның ең артына тұрып аламыз достар. Ой-бой. Өтіп тастады ма? Достар! Ема достар, көрдіңдер ма мен қалай шошып кеткенімді? Бос? Че? Достар, не болып жатыр вообще? Достар, көрдіңдер ма мен қалай шошып кеткенімді? Өйткені мен білмей қалдым бұл болатынын. Негізі мен оның алдында тексеріп көргем. Бос деген тұрып қалу керек болды ана жақта, бірақ неге білмей тұрып қалмағанын. Ё-мое, достар, қайтып өтіп көрейікші мынаны. Негізі ана жақта бос деген тұрып қалмайды, бос деген кетіп қалу керек болатын ана жаққа вообще алысқа. Достар, бұл какой-то баг. Или баг емес, наоборот, бұл багты разработчик пофиксить етіп тастаған достар. Бұны жөндеп қойған ау деймін, разработчик. Ладно, ондай негізі болған достар, бірақ оны походу алып тастады уже. Біздің келесі секретіміз ол дәл сондай, бірақ ол 100% жұмыс істейді достар, 100% жұмыс істейді. Біз деген мына жерге тұру керекпіз да. Бос келатқан кезде мына шетке тұрып қалу керекпіз достар. Қараңдар, мына блин, қаға достар, қайтып. Міне все, қайтып істейміз, қайтып мына жерге тұрамыз да. И қараңдар, мына U деген шеткі кнопкаға бару керек, и сонда ол кетіп қалады. Достар, көрдіңдер ме, вообще кетіп қалды алысқа. И все, біз мына тауықтың артынан бара аламыз енді. Блин, өліп қалдым, блин, достар, не болып жатыр? Давайте тағы істеп көрейік, достар, блин, міне U-ға тұрдым шетіне. Олдан ау кетіп қалды. Эй! Блин, достар, что-то шықпай жатыр. Ол шығу үшін сендер лайк басу керексіңдер обязательно. Біреулер ана жақта по-любому лайк баспай отыр.
Все, енді лайк басты. Все, енді ары қарай барамыз. Мына жерге шейін барамыз. Все, мына жерге шейін келдік. Ол анаяққа шейін до конца барады. Бірақ біз мына жерге тұру керек. Біз қайтып шетіне К деген букваға, К деген әріпке тұрамыз да. Ана тауықты күтеміз. Ана тауық деген анаяқтан қайтып келеді бізге, достар. Қазір қайтып келеді да. Ол мына жерге құлап кету керек. Міне, достар, құлады. Енді біз деген мына жерге барамыз. Блин. Все, қайтып көресіңдер қыз. Мына достар, мен скинім қайда жоғалып кетті. Все, давайте қайтып тексеріп көрейік, соңғы рет уже. Все, мен қазір 100% дайынмын. Мен бұны істеуге дайынмын, мына бакты тексеруге. Міне юға тұрамыз, достар. Міне мынау кетіп қалады анаяққа. И сразу же артынан барамыз мынаның. Мына тауықтың артынан барамыз. Мынандай видеолар түсірген өте қиын, достар. Лайк басып мені қолдап кетіңдерші. Ал все, басталды. Тауық деген ұшып кетті анаяққа. Қазір енді тауықтың артынан баратын боламыз. Все, тауықтың артынан келдік. Және де, ал енді достар, мына жерде қарау керек. Біз К деген букваға тұрамыз. Міне мына К деген букваға. Және де ана тауық қайтып келетін болады бізге қарай, достар. Қазір қайтып келгесін. Ол мына жерге құлап кету керек. Міне құлады. И біз сразу анаяққа... Ой, блин. Короче, болды. Мына тауық деген құлады. Ол деген өте күлкінішті баг деп ойлаймын. Ал достар, келесі секретка, ол секретный комната, достар. Қазір біз секретный бөлмеге баратын боламыз. Ол үшін бізге мына жерден қайтып өзіміздің тактикамызды қолданып ұшып кету керек. Қазір көрсетем. Так, телепортқа барамыз. Блин, что-то бүгін қол жүрмей жатыр. Вообще ойнай алмай қалдым мына ойынды мен. Или ойнай алдым ба мен вообще? Не болып жатыр. Все, қайтып достар, қазір соңғы рет. Все, опа, мне ұштық. Блин, что за фигня, достар, ақшам бәрі кетіп қалды ғой. И міне үстіге осылай шығып кетеміз да, достар, өзіміздің багты қолданып осылайқа жүгіреміз. Потом біздің артымыздан бос қуатын болады. Біз оны мына жерден секіріп кетеміз, короче. И содан кейін ана ең соңына бару керекпіз. Так, міне мына жерге келдік, достар. И сразу шариктардан мына шетіне өтіп кетеміз. Біз жаңа білген болатынбыз, осылайқа өтуге болатын. Және де міне қараңдар, мына жерде бір секретный бірдеңе бар. Мына жерден біз өте аламыз, достар, прикиньте. И болды, біздің аяқта өлтіріп тастайды тауық. Ол өте қызық секрет, секретный бөлме. Бірақ та оның дым пайдасы жоқ бізге, достар. Алайда ол все равно қызық. Достар, біздің келесі секретіміз, ол, короче, біз осылай істеп тұру керекпіз. Содан кейін 3 секунд қалған кезде біз осы жақтан тұрамыз да. Міне 3 секунд қалады. Содан кейін біз мына жерге секіріп кетуге. Достар, біздің келесі секретіміз, ол дейтін біз мына босты қатырып қоя аламыз. Достар, анық тұрған босты біз қатырып тастай аламыз. Ол үшін біз былай жасау керек. Біз былай жасаймыз. Содан кейін былай жасаған кезде міне 3 секунд қалады. И сонда біз мына жерге тұрамыз. Абайлап, міне мына жерге тұрамыз. Жоқ, ол үшін бос шығу керек, достар. Блин, мен өзім де білмеймін қалай істейтін бұны. Міне былай істейміз, пока қараңдар. Былай оп. И потом күтеміз. Міне осылай күтеміз. 3, 2, 1. И міне мына жерге тұрамыз. Достар, біздің келесі секретіміз, яғни келесі баг, ол мына, короче, босты қатырып тастау туралы. Біз осылай істейміз да. Босты күтетін боламыз, достар. Босты күткеннен кейін ол біздің артымыздан қуып бастайды. И мына жерде қатық болатын болады, көресіздер. 2, 1. И міне қараңдар. Мына жерге тұрамыз. А чё, блин, шетке тұру керек, достар, шетке тұру керек. Қас көресіздер. И міне отыр. Көресіздер ма? И мынаны шетіне тұрып аламыз бүйтіп. Міне, достар, қазір осы жаққа тұрды. Енді ол қатық болатын болады, достар. Қазір біз қайтып телепорт жасап көрсек. Міне, достар, ол тұр мына жерде қатып тұрып, прикиньте. Ема, бұл өте қызық секрет. Бұл осы жақта қатып тұр. Және де біз енді спокойно мына жерде жүре аламыз, мынаның орнына тұра аламыз. Прикиньте, достар, мен қазір боспын, блин, мен мына жерде қазір тұрмын. И біз спокойно мына уровеньді өтіп кете аламыз. Уже білет шығарсыңдар мына жерде қалай өтетін, достар. Мына жерде былай өтеміз, короче. Мына жерде оңға. И бос артынан қуып қоятпаса, бұл өте оңай өткен. Осындай бізде секрет. Ал достар, осылайша бізде видеомыз соңына жетті, мәресіне жетті десек те болады. Видеоны лайк басып подписаться етіңдер. Осыншама көп сендерге секреткалар айттым, примерно 8 или 9 или 10 секрет айттым. Если видеоны лайк басыңдар, все, келесі осындай видео күтсеңдер. Давайте 500 лайк жинапсайық, давайте пока деп айту керек болған негізі. Бірақ, блин, достар, мына жерде дауысы жазылмай қалды. Еще видеоның барлығында дауыс дұрыс емес жазылып қалды, сондықтан да осылай болып шықты видео. Все, давайте, кешіріңдер. Әлі қалып отырсыңдар ма не?
Әу бала, мүмкін даужы қыз бала, қорықпа, жылама, жынданба. Видеоға лайк басуға ұмытпа, одан да тіркелсең каналға. Сен давай лайк бас, пожалуйста, онда давай пока.